Сәлем достар, сендермен бүгін мен Ержан. Біз бүгін сендермен топ 5, топ 10 ең күшті ойындарды атайтын боламыз. Әрине достар, біз ол үшін Play Marketке кіреміз де. Оны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Оны көп адам ойнауы керек, ол дүниежүзілік ойын десек те болады. Ол әрине Clash of Clans. Міне Clash дей салайын. Мені достар, бұл ойынды бәріміз танитын шығармыз. Ол меніңше ең күшті ойын. Мен ең соңғы рет ойнағанда оны 6-7 жаратушыға дейін ойнағанмын. Одан кейін мен оны удалить етіп тастадым. Ол менде қазірде бар, жаңадан тарттым. Жаңа ғана тарттым. Ода 2 жаратушыға ма жеттім. Міне достар, міне осы орнатылған делген. Міне күшті ойын бұл. Бұда көп деген адамдар ашасыздар. Мен бұл ойынды 10 ойынның ішінде ең үздігі деп санай отырмын. Clash of Clans'та көп деген достар табасыздар. Және де өздеріңіздің миларыңызды дамытасыздар. Ал енді достар, міне біздің екінші ойынымыз бұл Clash of Clans'қа өте ұқсас, әсіресе адамдары ұқсайды. Ол әрине Clash Royale. Мен үшін бұл ойынның өте қызықты. Мен бұны ойнаудан жалықпаймын. Мен бұны ең соңғы рет 4-5 аренаға дейін ойнадым. Мен оны удалить етіп тастадым. Мен онда көп деген адамдар, яғни принцесс, гигант, скелет, ведьма, валкирия, кабан, тағы да басқаларын аштым. Міне Clash Royale. Әрине достар, Clash of Clans, Clash Royale, тағы да басқалары, бұлар онлайн сетпен ойналады. Достар, ал біз 3-ші орынға қойып отырған ойынымыз бұл әрине міне Brawl Stars ойны. Достар, бұл ойын өте қызықты. Сіздер бұны тартпаған болсаңыздар, тартуларыңызды сұраймын. Бұл қазір мен бұны ойнап жүрмін. Бұнда көп деген адамдар ашасыздар. Мен сіздерге қазір кіріп көрсетейін. Ол жаңа түрге енді. Міне достар, бұл да онлайнмен ойналады достар. Міне қазір қойылай тұрыңыздар, қосылады. Подключение к серверу. Міне достар, міне менің адамдарым. Яғни мен современне өзім 2574 кубыққа дейін жеттім. Бұл ойын бір өшірсең сақталып тұра береді екен. Мен оны алдында өшіріп тастаған тұғынмын. Бұл қайтадан тартқанда дәл сол баяғы күйінше тұра берді. Міне маған 2 чек берді. Достар, енді мен сіздерге өз адамдарын таныстырайын. Міне Шелли, Нита, Колт, Бул, Джесси, Брок, Динамайк, Эль Примо. Эль Примо маған өте қатты ұнайды. Оның күштері де өте орасан зор. Барли, Поко, Роза, Дерил сияқты. Мен осының ішінде бізге жаңа скин, яғни жаңа адам қосылды. Ол міне Эміз. Ал достар, міне осы менің ашылмаған адамдарым. Мен негізінде Brawl Stars'ты өте көп ойнаймын деп айта алмаймын. Кейде сечок болғанда қатып қалатыны болмаса. Ал енді достар, бізде келесі ойын 4-ші ойынға қойып отырған ойынымыз ол Counter Strike 4.0. Ол атыс ойынына жатады. Шын айтсам, өзім атыс ойынына онша жоқпын, бірақ бұл ойын маған өте қатты ұнады. Бұны мен қазір тартып алғанмын, мен оны ойнаймын. Достар, міне бұл ойынды мен өзім 4-ші орынға қойып отырмын. Егер бір Counter Strike деп поискқа жазатын болсақ, ол ең бірінші шығады. Күте тұрыңыздар қазір. Міне достар, Counter Strike мен орнатқан бұны. Бұл өте қызықты, автоматтар алып, біз қарсылас топпен атысып. Міне егер біз өзіміз көп адам болып ойнайтын болсақ, настройкадан адамдарды көбейтіп, міне қазір біз осы пистолетке скиндер қойып, ал егер жақындап қалған жерге міне осы пышақпен бауыздап тастайды. Міне достар, осындай қызықты ойындар. Бұда бомба, неше түрлі автомат түрлері бар, неше түрлі скиндер бар. Бұл ойын өте қызық. Ал достар, біз ойнайтын 5-ші ойын ол әрине Mini Militia. Достар, бұл ойынды сіздер
көпсіңіз ойнамайтын шығарсыздар, бірақ бұл мен үшін өте қызық ойын. Мини-милиция. Достар, бұл ойын өте қызық ойын. Мен бұны алдында тарттым. Мен бұл ойынның взломанная түрінде тарттым. Бұл өте күшті ойын екен. Яғни айтқанда мини-милиция бұл өзі атыс ойыны. Көптеген адамдармен атысып, онлайнда бұны Bluetooth арқылы өзіміз ойнауымызға да болады. Міне, мини-милиция. Осылай, міне, мен өз пікірімде қалған өте қызық, бірақ мегабайтсыз болса қатып кетер еді. Достар, бұл мегабайтсыз болса қатып кетер еді. Бұда біз боттармен де шайқаса аламыз, және де онлайн ойнай аламыз. Міне, достар, және де бізді жаттықтыратын жерде роботтармен шайқасқа шығамыз. Бұл өте қызық ойын. Мен бұны ойынды ойнадым. Көптеген адамдарды аштым, көптеген мылтықтар ашып дәрежеге жеттім. Міне бұған көп адамдардың пікірін көрейік. Бұл ойын онлайн арқылы ойналады. Оң пікірлер өте қызық. Игра просто круто, нормально, зың, мықты ойын. Мына ойын өте күшті, бұрыннан ойнаймын. Міне достар, осы секілді сіздерге бұл ойын өте қатты ұнауы мүмкін, достар. Ал енді біз 6-шы орынға қойып отырған ойынымыз ол әрине достар, Shadow Fight. Достар, бұл ойын кейбіреулер айтады, ой, бұл менен қалған ойын ғой деп айтып жатады. Достар, бұл шынымен де бұрыннан шыққан ойын, бұл өте қызық. Бұл ары қарай дамып келе жатыр, жаңарып келе жатыр. Бұнда мен оның взломын тартып алып, очельникті, местникті, ристі, және де бдава секунды ұтқанмын. Одан ары қарай сет болмай, секундың еліне ауыса алмай, удалить ете салдым мен, достар. Және де бұда біз вулканмен, және де мегалишпен, басқалармен де шайқасқа шығатын боламыз. Міне достар, ендігі кезекте біздің ойнайтын ойынымыз ол әрине Stickman. Stickman ойынын өздеріңіз білетін шығарсыздар. Ол қазір жаңарған түрде. Мен ол ойынды осы 1-2 күн бұрын тартып, ода барлығын ұтып, ең соңында алып деуді да ұтып, міне, Stickman Wars Legacy, міне, мен осылардың барлығымен шайқасып, ең соңында өте алып деуді ұтамыз. Және де достар, бұда көптеген адамдар ашасыздар. Сіздерге бұның дәлелі, міне достар, қараңыздар, мен арнайы дайындап қойған болатынмын. Міне бұл фотосуреттер, достар. Міне қараңыздар ендеше. Міне мұна менің құрған жасағым, тағы да бұл таңғалдырарлық нәрсе. Бұл осы Stickman Wars Legacy ойынында жаңа скиндер қосылып жатыр. Мен осы скиннен 100 кристалға, міне осы гигантқа осындай скин қостым. Және де достар, міне менің бұл жасағым, міне ең үлкен алып деу соңғы кезеңін ұтқан кезіміз. Міне бұл менің найзашымның скині мұз. Достар, бұл міне скиндер, міне бұл менің жасағым, бұл гиганттың өзінің ең күшті, мықты күші. Ал міне достар, сіздерге енді 7-ші ойын, 7-ші ойын. 7-ші ойынға қойып отырғаным, бұл менің рекинг ойыны, яғни машина. Бұны сіздер танымайтын боласыздар, бұл ойынды білмейтін шығарсыздар, бірақ мен бұл ойынды ойнадым, өте қызық болды бұл ойын. Міне достар, қазір күте тұрыңыздар, астыдан іздейін. Қазір міне достар, Biggie Wrecking ойыны 82 мегабайт екен. Міне достар, осы ойын өте қызықты, жарысып, бұда өзіңізбен қосқанда 6 адам, яғни өзіңізбен қосқанда 6 адам. Сізден бөлек 5 машинамен сіз жарысып, түрлі елдердегі, міне олардың пікірін көретін болсақ, маған жазылған жоқ, өте керемет, кейбіреулерге тіпті жазылмапты да. Оның екінші түрі де шыққан, міне
бұл 124 мегабайт екен достар. Бұда біз ойнай отырып өзіміз күш аламыз. Міне достар, қазір көрсетейін. Міне белгісіз сұрақ тұр. Бұда біз күштер алып, бір-бірімізді сүзіп, болмаса зеңбірек атып ұшырып жіберіп, мәреге жарысамыз. Бұда бара-бара екінші раунд бола бастайды. Міне достар, Вовракинг деген ойын, ол осы ойын. Міне келесі кезде достар, бізде ойнайтын ойынымыз 8-ші ойынымыз. 8-ші ойынымыз ол осы Block Mango ойыны. Міне Block Mango. Достар, Block Mango ойынын баршамыз білетін шығармыз. Ол өте қызықты ойын. Онда міне достар, кешіріңіздер, міне достар, бұл Block Mango ойының бұл өзі мини-играға болып есептеледі. Себебі бұда Майнкрафтқа ұқсас, бірақ бұда үй салмайсыздар сіздер. Өздеріңіз топта, әр тобыңызда 4 адам сізбен қосқанда, біз өздеріміз скейн ашып, бұда қамал соғып, алмазыне, железа, қылыштар арқылы басқа топтың жұмыртқаларын жарып кетеміз, төсектерін бұзамыз. Сондай секілді өте қызықты ойын достар бұл. Міне достар, бұл өте қызық ойын. Егер сіздер осы ойынды жазып алмасаңыздар, жазып алыңыздар. Мен бұны ойнадым. Бұл өте қызық ойын. Және де айта кететін бір жайт, бұл ойын интернет арқылы ойналады. Және де мен 9-ші орынға қойып отқан ойыным ол Mastercraft. Міне Mastercraft ойыны. Қазір күте тұрыңыздар. Mastercraft міне шықты. Достар, Mastercraft ойыны 19 мегабайттан тұрады. Қазір 20 мегабайт болып кетіпті. Мен тартқанда 19 мегабайт болды. Бұл Майнкрафтқа өте ұқсас ойын достар. Бұл өте қызықты ойын. Бұда үй саласыздар, выживание, және де творчественный серверде ойнайсыздар. Өздеріңіз білетін ойдағыда Майнкрафтқа ұқсайды. Бұның бір қызықсыз жері, Майнкрафт секілді көптеген заттар жоқ. Яғни бұда механизм жасау өте қиын. Бірақ сіздер бұл Mastercraft ойынында портал аша аласыздар. Ал енді біз қойып отырған 10-ші орын ол әрине қазір шығатын шығар достар. Міне бұл зомби ойыны. Міне зомби аң аулау көңілді және пайда бөлейді. Тамақ бизнесін, империясын құрыңыз. Достар, мен бұл ойынды ойнадым. Менің империям, яғни тұрған міне сатушы болып тұрады. Міне осы. Осыны дамытамыз. Көптеген осындай суда, құрлықта, осындай түрлі зомби түрлерін біз аулап, өзіміздің мылтығымызды дамытып, олардан міне осылай сұйық біртүрлі бір заттар жасаймыз. Сығып біртүрлі заттар жасайды да оларды сатады. Сөйтіп біз пайдаға кенелеміз. Міне достар, мен бұда левелім 20-ші левелге дейін барған. Міне достар, бұл өте қызық ойын. Бұл ойынсы. Ал достар, сау болыңыздар. Достар, сіздермен болған мен Ержан. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнайтын болса, лайк басыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және де достар, бұл менің ең алғашқы видеом болған соң, қателіктер кетіп жатса айып етпеңіздер достар. Және де егер осы видео 100 лайк жинайтын болса, сұраныстарыңызға байланысты осы айтылған 10 ойынның ішінен біреуін тартып алып видео түсіретін боламын. Бұл 100 лайк жинап өз пікірлеріңізді қалдырып, осы ойынды сұранысқа жазыңыздар. Сау болыңыздар достар.